Hayırlı taң, құрметті көрермендер. Ертең тұрып, көшеде адамның саны өте аз. Бүгін біз бір мұсылмандар үшін өте ерекше жерге бара жатырмын. Абу Аюб әл-Ансари деген сахабаның жерленген жеріне және соның қасында соның атына салынған мешіті де бар. Сол жерге барып, бүгін сіздермен бірге көретін боламыз, қандай жерде орналасқанын және ішінде не бар екенін. Мен осы бекеттен шықтым. Айван Сарай деген метробустан түстім. Мен келдім. Мен артында ежелден қалған бекініс тұр. Дұрыс айтқанда крепость. Ауа райы жылынып келе жатыр. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабасының жатқан жеріне келу ерекше сезім ғой ол. Мына жерде тағы да зираттар екен. Өте көп зират мына жерде. Қазір көрейік, аттар жазылып тұр, қай жыл өмір сүргендер жазылып тұр. Қазір 2009-дағы айтқан, 2010-дағы айтқан кісілер де жатыр екен бұл жерде. Және сіздерге осы видео ұнап жатса, каналға жазыла кетіңіздер, каналды қолдап, лайк басып, ұнамаса дизлайк баса кетіңіздер. Қолдап жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Осы видеоларды сіздер үшін түсіріп жатырмын. Осы жерлерге келіп, мен мұнда басқа мешітке келіп қойыппын. Бұл мешітті де көрсете кетейін, енді келіп тұрмын.
Biz қазір Eyüp Sultan мешітінде табатын боламыз. Бұл көшеге кіргеніме бір жағынан қуанып тұрмын, себебі өте ерекше көше екен. Бұл мешітті анау мынау кісі емес, кім салғанын қараңыздар. Мимар Синан өзі қай жылғы мешіт? 1585 жылы салынған. Мұндай көшеде келе жатыр қазір. Мен түрік бауырым көмектесіп жатыр. Көрсетіп жіберейін жүрдік. Сол ауа райы қазір өте тамаша болып келе жатыр. Маған таңертең өте салқын болатын. Қазір тамаша бәрі. Şuradan caddeye gittin. Sola dön. Sola. Dümdüz git. Dümdüz git. Thank you, teşekkürler. Мына жерден солға бұрылды, тіке бастым. Ал көрейік. Бұйырса жетеміз. Ерекше сезімге келе жатырмын. Қуанып. Мына жерде су шашып жатыр екен. Жетіп алайық. Тез Палат Мезе деген бір ресторан екен. Мына Мінекей, құрметті достар, көрермендер, міне жақындап қалдық. Мешіттен де уже Құран оқылғаны естіліп жатыр. Көрейік қалай болатын. Мына жерде түріктің өздерінің үйлері, мына жақта көптеген зираттар, ескі үйлер. Міне артымда көптеген зираттар тұр. Мына жақта көптеген уже белгілер бар. Мана жақта белгілер болмаған болатын. Енді қазір жақындадық, бұйырса болатын боламыз сол жерде. Қай жылғы үй деп ойлайсыздар? Ескі, иә? Міне мына жерде жазылып тұр, Eyüp Sultan Türbesi деп. Сол түрбесіне барайық. Жерленген жері деген осы жер болып тұр. Біз мана қателесіппіз. Сіздер айып етпеңіздер. Мен де білген жоқпын, қазір көріп. Қазір бара жатырмын. Қазір 8:30, 8-ден 30 кетіп жатыр. Түрбесі 9-да ашылады екен. Бұл жерде дәрет алатын жер. Біз қазір не деген керемет мағаш. Өте ұзын. Мешіттің қақ ортасында. Бұл жерде адамдар дұға тілеп тұр. Жүрекке қатты әсер беріп тұр. Бұл жерде адамдар дұға тілеп жатыр. Кірген бойда жаңбыр жауып кетті. Алхамдулиллах. Қандай керемет. Ағайын біз мына жаққа
Eyüp Sultan мешітіне кірдік, келдік. Біз кірген бойда жаңбыр да жауып жатыр. Ауа райы тамаша. Мына жерде адамдар түрбесінен шығып жатырған секілді. Мешіт. Мына жерде адамдар дұға тілеп жатыр. Мен қазір дәрет алып, сол мешітке кіретін болғанмын. Мына бұл не ағаш екенін білесіздер ме? Өте керемет. Бұл жерден әсер алу деген сөзім жетпейді айтуға. Жүрегім керемет жер. Баршаларыңызға осы жерге келуді Алла нәсіп етсін. Иесі дейді. Осы жаққа өтіп көрейік. Бұл жақта не бар екенін көрейік. Сіздерге көрсетіп жіберейін. Ішін мына сырттан қарауға болады. Мына ішінде тұрған түрбесі, жатқан жері осы жерде жерленген. Ішінен былай өтіп айналып келулеріңізге болады. Осындай әдемі жерде орналасқан. Сұлтан Ахмет мешітіне де бардық, Сулейманияға де бардық, Айя Софияға да бардық. Енді Сахабаның Eyüp мешітіне де келдік. Сіздерге
жерлерге келүүгө насип этсин. Бул жерден алатын әсер өте керемет. Türbesi бар екен, мына түрбе деген жатқан жер. Ішінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам заттары бар. Ішінде көптеген заттар бар екен. Көптеген дегенде бір 6 зат бар сияқты. Сол кезден қалған заттар. Мен некені түсінбедім. Бір жеу алыста тұр, бірақ 4 жақын жерде тұр. Оқуға болады. Ағылшынша және түркше жазылған. Адамдар сояққа қарап дұға тілеп отыр. Дұғаны былай мешітте де отырып тілей беруге болады деп ойлаймын мен. Жатқан жеріне қарап дұға тілеу, білмеймін, дұрыс па, дұрыс емес па, сіздерге айта алмаймын, дұрыс деп. Имамдардан сұрап қараңыз. Мен өзім мешітке кіріп, асықпай дұғамды тілеп шығып жатырмын. Мешіттің іші өте керемет. Үлкен деп те айта алмайсың мешітті, бірақ ыңғайлы іші бәрі. Ауа райы кішкене салқындау, мана жаңбыр жауды. Дәрет алатын жері мешіттен шыққаннан кейін ары қарай жүру керек екен. Есіктің алдында да дәрет алатын жер бар, бірақ ол жерде су кішкене салқындау, анаяқтан өзін дәрет алатын бір іште жақсы жері бар екен, жаңадан салынған. Сол жерге барып алған дұрыс сияқты. Сол жерге барып қойдым. Мешітте мен 5 намазын оқуым келіп тұр, әбетке дейін әлі бір 4 сағат, 3 сағаттай бар. Соның ішінде аралай тұрайын, көздерге көрсете тұрайын. Мешіттің ішінде жүрмін. Мешіттің іші өте әдемі. Терезенің сыртында кілең түрбе дейді, түрбелер орналасқан. Мешіттің ішінде әзірге тек бір адам жүр, басқа адамдар жоқ. Танытпай келсең, адам аз болады екен. Сіздерге танытпай келуге кеңес беремін. Өздеріңізбен өздеріңіз дұғаларыңызды тілеп, асықпай 9-да ашылады түрбесі. Ал бұлай негізі келе берулеріңізге болады, мешітке таң намазынан бастап. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Бұл жер құрбандық шалатын жер екен. Мына қойлар тұр. Қойларды аласыз да. Құрбандық шалатын жер екен. Мен ішін аралап жүрмін, не бар ішінде деп. Ол қой соятын жер екен. Осы жерден енді біз болдық. Осы жерден шығатын боламыз. Осы видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Қолдауларыңызға рахмет. Енді видео ұнаса пікір қалдырып, лайк басып кетіңіз. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Осы жерге
келгілеріңіз келсе, қалай келетінін енді білесіздер, қай жерде орналасқанын білесіздер. Келу өте оңай. Бір-екі рет кішкене іздейсіздер, бірақ табу оңай әйтеуір. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.